ДНК, яғни деоксирибонуклеин кислота, инсан тарапынан толық аңлап жетуі аңсат болмаған ажайып һәм құрамалы элемент. Бірақ оны бірінші болып кім тапты? ДНК элементінің өзі 1869 жылы швейцариялы алым Фридрих Мишер тарапынан ашылған. Ол адам ісіну клеткаларын үйренер екен, ядроның ішінде өзгеше фосфорға бай бір элемент бар екенлігін сезді. Бұны ол нуклеин деп атады. Қазір біз бұл зат ДНК екенін білеміз. Яғни Мишер ДНК-ны тапқан бірінші ілімпаз. Бірақ ол уақытта бұл элементте қандай күш жатқаны белгісіз еді. Жылдар өтіп 1940 жылдарда басқа алымлар ДНК тек бір апуайы химиялық элемент емес, ал генетикалық хабарды сақлаушы тикарығы молекула екенлігін дәлелдеді. Яғни ДНК бұл тіршілікті басқарушы код екен.